Баяғы заманда қара басы бақ дәулетке емін еркін болса да, дүниенің ауыр бір арманына ұшырайтын адамдар болған екен. Сондай бір арманда адам ессіз далада зар илеп шапаттан жалғыз келе жатады. Аты Мұратхан. Сонда Мұратхан не қылам? 3 жыл сандалып көз өгіздің уақиғасын біле алмадым. Бұл бұлай тұрсын, іздеп шыққан қыздың да жүзін көріп ауыз екі сөйлесе алмадым. Енді мұны ұшқан құс жүгірген аң білмейді. Қайтып кетуге ел жұртымның қайда қалғанын тағы білмеймін. Көкте екенімді, жерде екенімді қазір білер жан жоқ деп, төмен қарап аяңдап келе жатыр еді. Адамша азынаған бір дауыс құлағына жетті. Адамзат көрмегеніне, ел жұрттың бетін көрмегеніне талай замандар өткен Мұратханға мына дауыс бір түрлі қорқыныш сияқты да болады. Я Алла, бұл не ғажап, бұл жерде адам баласы жүрмейтін еді ғой деп жан жағына көз салып қарап тұра қалды. Қараса, алдына бір үлкен дәу таяп төніп келіп қалған екен. Әлгі дауыс қоймай мұны шақыра бергендей болды. Мұратхан бұл да өзімде адам шығар деп тауға қарай жүрді. Биік тауға таяп келгенде бір үлкен құс сияқты нәрсені көрді. Мұратхан басы адам сияқты болған соң бұл адамша тіл біледі екен деп ойлады. «Ей, бері келгін» деп дауыс берді. Оны құс тыңдамай кетіп қалды. Мұратхан ойланып, адам сияқты құс болады деуші еді. Осы екен ғой, мұнан гөрі есті біреу тағы бар шығар деп таудың басына қарай жүрді. Бір заманда таудың басына жетті. Келсе бір биік тау, жан-жағына қарады, еш нәрсе көрінбейді. Жалғыз-ақ етекте бір қара тұр. Онысы бейіт болып шықты. Соның ішінде бір нәрсе қараңдайды. Одан басқа еш нәрсе жоқ. Мұратхан біраз дамылдап отырды да, «Қой, бүйткенше өлген артық. Ақыры ет жемеде кетеді екем. Онан да қинамай тастан секіріп құлап өлейін» деп, әлгі биік тасқа келіп құлайын деп тұрғанда, арт жағынан бір дауыс: «Ей ақымақ, құдайсыз ажалды өзің сұрама. Бейітке барсаң мұратыңа жетесің» дейді. Артына жалт қараса дәнеме жоқ. Онан соң, анау қарайған бейіт екен ғой, одан да бара кетейін деп ойлады. Соған қарай жүрді, кіріп келсе ішінде 3 адам отыр. «Ассалаумағалейкум» деді Мұратхан. «Алейкум ассалам». «Жоғары шық» деді отырғандар. Біраз отырған соң үшеуі бір-бірінен жөн сұрасты. Отырған үшеу Мұратханнан халін баян етуді тілек етті. Сонан соң бәрімізде кезекпен айтамыз деді. «Жарайды» деп Мұратхан сөз бастады. Бірінші дәрвіш. Мен Бағдат шаһарындағы патшаның баласы едім. Әкемнің патшалық дәрежесі үлкен. Қол астына бірнеше шаһар қарайды. Мен жалғыз баласымын. Әбден кәмелетке толдым. Бір күні жалғыз өзім сарайда отыр едім, ойыма әлденелер түсті. «Қой, бүйтпейін. Не қылсам да дәулет жетеді ғой. Әкем бетімнен қақпайды. Халық аузында жүрерлік бір іс істейін» деп ойладым. Сол шаһарға қараған балдашы ұста барлығын жиып алып, шаһардың орта тұсын көрсетіп: «Осы жерден сыртын неше өрнекпен безендіріп, маған тамаша бір сарай саласыңдар. Қараған адам қайтып көзін алмайтын болсын. Алтын, гаухар, інжуден салынсын. Қараңғы түнде неше шақырымда жерді жарық қылып тұратын болсын. Бұл дүниеде оған тең сарай болмасын. Мен өзім сарай біткен кезде келіп бірақ көрермін. Және 40 есігі болсын. Әр есік әр қабырғадан шығатын болсын. Егерде осы айтқандай болмаса, тегіс бастарыңды аламын» дедім. Құп тақсыр деп шу ете түсті. Осымен жүріп кеттім. Мен сарай салғызып жатырмын деп әкеме айтпадым. Сонымен аң аулап, саяхаттап жүре бердім. Жардай аңда болсам, жардай үйде болам. Осы сауықпен 1 жыл өтті. Бір күні қасыма 40 нөкерімді ертіп алып, сарайымның біткен-бітпегенін көруге келдім. Келсем біткен екен. Өзіме хабар етіп көрсетуге күтініп отыр екен. Байқап қарасам, сарайдың сыртына адам баласының көзі тояр емес. Алтын, күміс жалатыпты. Қайран қалып көзімді айырмадым. Бұл алтын күмбез сарайдың сұлулық тамашасын көрген адам соған қарап тұрумен ақ өмірінің қалай өткенін білетін емес.
Енді ішін көрейік деп бір есігінен кіріп едім, есім шығып кетіпті. Қайдан келіп, қайда баратынымды ұмытып кеттім. 40 жігіт қасымда. Әлгі сарайды 3 күн аралап зорға бітірдім. Ішінде жүріп бізде қойыппыз. Бой жазып біраз жүрген соң бір жігіт: "Мұнымыз қалай? Түк көрмеген кісіше жан-жаққа қарап жүріп алғанымыз", дейді. Артыма жалт қарап: "Қанша уақыт болды?" дедім. Жігітім: "Бүгін біз келгелі 3 күн өтеді", деді. "Ендеше қайтайық" деп далаға қарай жүріп едік, жол таба алсақшы. Әрі-бері жүріп едік, жол таба алмадық. Сонан соң үй салған бір балташы есіктен шығарды. Қайтып келген соң әкеме хабар салдым. Жарайды. Әкем 40 уәзірін қасына ертіп сарайды көруге кетті. Аралап жүріп қайтты. Жасым 60-қа келді. Неше жыл патшалық дағуасын құрдым. Осы уақытқа дейін артыма мұра болып қаларлық бір іс істемеген екенмін. Балам қайырлы болсын деп әкем маған риза болды. Кешікпей мен сарайға кірдім. Кірген соң 40 есігіне 40 күзетші қойдым. Қайыршы келетін болса, әр есігінен 1000 ділда беретін қылып қойдым. Сөйтіп, салтанатпен бірнеше уақыт өмір сүрдім. Бір күні нөкерім қасымда, көңілім шаттанып әңгіме дүкен құрып отырып: "Осы дүниеде мененде салтанатты патшазадалар бар ма екен? Шіркін, бақ мынау, дәулет мынау, жомарттық сарай салтанат мынау. Енді осыларыма лайық ай мен күндей бір сұлу жарым болса", дедім. Нөкерлерім үндемей отырды да: "Тақсыр, олай демеңіз, дүниеде кім жоқ дейсіз? Дүниеге кім келіп, кім кетпеді осы күнде? Мысыр шаһарының Ыбырайым атты патшасының Шамши-бану деген қызы бар. Оның сұлулығына теңдесетін жан жоқ. 14-нен туған айдай көзі түскен адамды еріксіз елжіретіп әкетеді. Оның қазіргі патшалығы және жомарттығы сізден 10 есе артық. Оның да осы секілді сарайы бар. 1000 жерден есік шығарған. Келген қайыршы болса, сол есіктің бәрінен қайыр алады. Бір алғанда қайыршы басы 10-100 мың ділда алады. Оның бұл жалғанда теңдес жоқ, және сол жерге келген қонақты қандай асығыс шаруаң болса да 3 күн қондырмай жібермейді. Сол қыз келсе, әрине, бұл сарайыңыз мұнан да артық гүлденер еді, бірақ ол келмейді ғой", деді. Мына сөз маған мейлінше ауыр тиді. Қатты қаһарым келіп: "Сен лағнат, аузыңа келгеніңді оттап не деп былжырап отырсың? Осынша халықтың алдында масқараладың", деп әлгі нөкерімді жазалайтын болып 2 жендет шақырып алып: "Мынаны дарға тарт", дедім. 2 жендет тартып жөнелгенде: "Тақсыр, дат", деді. "Көз көрген жолдас қой, айта ғой датыңды", дедім. Көзінен жас ағып: "Тақсыр, мен сізге айтқанда сізді кемітейін деп, болмаса қорлайын деп ойлаған жоқ едім. Көп қызмет істегенімнен сізге тәуір әйел керектігін ойлап, не қылса да соны алсын деп едім. Сізге еш қастандығым жоқ. Енді менің сізден сұрайтыным, хан әмірің екі емес қой. Мені қазіргі өлімнен босатып, қашан Шамши-бану қыздың сондай екенін білгеніңізше зынданға сала тұрыңыз. Егер менің осы сөзім өтірік болса, ризамын, басымды алыңыз. Болмаса рас болса қайтесіз, нақақ қанымды төкпейсіз бе?" деп еңіреп қоя берді. Мен бұл сөзге тоқталдым да ашу үстінде жаза бердім. "Қанша жазасы болса да кештім", дедім. Ол: "Жоқ тақсыр, хан әмірі біреу, мені зынданға салыңыз, қыздың хабарын білген соң босатарсыз", деді. Жарайды деп оны салдырып тастап қанша сауыт сайманмен Шамши-бануды іздеп жүріп кеттім. Шамши-бануды іздеп көп қаңғырдым. Арып ашып шаршадым. Өзім жаяумын. Әлде қандай заман болады деп істетіп, киіп шыққан темір етік таусылып оймақтай қалғанда, темір таяқ таусылып тебендей қалғанда, екі көзіме көк шыбын ұялап, қыбырлап қана келе жатыр едім. Бір мезгілде алыстан ызылдаған дауыс шықты. Дауыс шыққан жаққа қарап байқасам, ат үстіндегі адамдай алдына бір нәрсе салып айдап жүрген секілді. Азырақ тұрдым да: "Қой,
Не де болса бұған барайын деп ойлап, ептеп аяңдап жүріп келе жаттым. Өмірден күдер үзгенде таяп келсем адамзат екен. Келе амандасып жөн сұрастық. Мен шалға Мысыр шаһарының қызы Шамшибануды іздеп келе жатқанымды баяндадым. Қойшы шал менің сөзімді тыңдады да: «Ой байқұс, оған жолығып амандасам деп әуре болма. Өзі осы күні ауру, адамзатқа көрінбейді. Не себептен болғанын білмеймін. Үстіне әкесі де кірмейді дейді. Сыртынан барған сен бір мүсәпір адамсың. Жолғам дегенге болар ма екен? Ал барам десең, сол Мысыр шаһары осы арада түстік жерде. Мен сол ханның отардағы қойын бағып жүрген кісімін», деді. Қойшының жөнімен шаһарға қарай жүріп кеттім. Күн бата шаһарға жеттім. Шаһардың сән салтанаты адам қарап тоймайтын сұлу екен. Жолыққаннан патшаның сарайын сұрайын деп, тамашалап бір көшемен жүріп келе жатыр едім. Бер жақтан тоқта деген дауыс шықты. Қарасам бір адам жаныма келіп, «Қайда барасыз? Тоқтаңыз, бүгін мынау үйде қонақ боласыз», деді. «Патшамыздың әмірі бар, қонақ қылмай адам баласын өткізбе деген. 3 күн мұнда боласыз да баратын жеріңізге сонан соң барасыз», деді. Тоқтағым келмей, не болса да патша сарайына барып жетейін деп едім, босатпады. Амал бар ма, еріп үйіне келдім. Кіріп келсем, ол үйдің өзін қонаққа деп арнап салдырған екен. Қарап отырдым. Осы қонақ үйдің өзі сарайыма таяу бар екен. Отырысымен тамаға келді. Жасаған сайманы көрмеген қымбатты нәрселерден екен. Ішіп болған соң ыдыс аяқта апарды да, енді біздің мүліктен шықты деп бір бұрышқа үйіп тастады. Аздан соң ет әкелді. Оғанда жасаған нәрселері анадан артық. Көзді тойдыратын адам баласының қолына қалай түсті екен? Бұл нәрсе тек періде ғана болу мүмкін ғой деп ойладым. Сонымен 3 күн жаттым. Тамаққа жасаған нәрселердің бірін біріне қоспады. Бірінің артынан бірін бағанаға бұрышқа үйе берді. Мерзімді уақытым толған соң жүруге ұлықсат сұрадым. Енді ұлықсат берді. Бірақ сізге айтатын сөз мынау: үйілген нәрсе біздің мүліктен шыққан. Тағам берген соң сіздің мүлкіңіз болып қалған. Бірге ала кетіңіз, деді. Жоқ, рахмет, көлігім жоқ, алып жүре алмаймын. Керек жоқ, деп едім. Жоқ, болмайды. Патша білсе басымызды алады. Мұны алмай кете алмайсыз, деді даяршы. Алмаймын деп едім. Еріксіз берді. Амал бар ма? Алып шығып арқалап келе жатыр едім. Жолда бір қайыршы кездесіп, Құдай алдында қарыздығым жоқ деп нәрселерді әлгіге беріп, патшаның сарайының жөнін сұрап алып жүріп кеттім. Енді көшенің ортасына жете бергенде, және біреу ұстап алып қонасың деп жібермей тағы қондырды. Байлаудағы адамдай қонбайын десем болмайды. Бұл да әлгіні істеді. Сонымен қыздың сарайына жеткенше 9 қондырды. Сол арада берген нәрсе шаһардың мүлкіне тұрады деуге болар. Бұдан құтылып өтіп қыздың сарайына келдім. Бір адам жүгіріп шығып үйге кіргізді. Кірген соң жөн сұрасып отырдық. Әлдене уақытта бір бәйбіше адам келіп жайымды білген соң, бір жендетін шақырып менің шаруамды айтты. Жаңағы келген кісі қыз Шамшибанудың даяршысы екен де, бәйбіше шешесі екен. Ол отырды да: «Ой шырағым, сенің қолыңнан келмейді ғой», деді. Себеп, осы күні оңтүстік жақта бір патшаның баласы бір көк өгізге жылында бір дүрие салып, артынан өзі зарлап шылайды екен. Өмірі осымен өтіп келе жатса керек. Сол не себептен сөйтеді. Соның кінәсін біле алмай, Шамши қазір қайғы үстінде. Кімде-кім соны біліп келсе, мейлі, қайыршы болсын, мен соған тиемін дейді, деді. Жарайды, оны мен табам, дедім де, соны іздеймін деп жүріп кеттім. Сонымен айлар, жылдар жүріп отырып, айтқан жөнмен іздеп, арып шаршап бір шаһарға келіп жеттім. Бір көшенің бойын өрлеп жүріп келе жатыр едім. Бір шал адам ұшырасты. Шалдан: «Ата, бұл шаһар не деген шаһар?» дедім. Шал тоқтап: «Балам, өз жолың болсын, қайдан келесің?» деді. «Айтқаның келсін, мен бір мүсәпір боламын. Баласы жоққа бала болам», дедім.
Ой, қарағым, перзент көре алмай өмірім жылаумен келе жатыр еді. Маған бала боласың ба, деді қарт. Жарайды ата, боламын, дедім. Шал қошаметтеп, бетімнен сүйіп үйіне ертіп алып келді. Бір кемпірі бар екен, ол да қуанып жылап көріскендей болып жатыр. Сол уақытта күн сәскеді. Шал мен кемпір айтты: балам, біз мына халықпен бірге баратын жеріміз бар. Сен осында отыра тұр, деді. Қайда барасыздар, деп сұрап едім. Көк өгізді жігітке барамыз, деді. Ата, мен де барайын, сізге бала болдым ғой, осы бастан ел танейін, дедім. Менің көңілімді қия алмай екеуі, жүрсең жүре ғой, деді. Қуанып кеттім. Өне бойларына қара киіп алды. Маған да кигізді. Далаға шықсақ, бүкіл шаһардың халқы қара киген. Батысқа қарай шұбырып кетіп бара жатыр екен. Барлық халық шаһардан 3 шақырымдай бір тоғайдың жанына барып, қаз қатар тізіліп отырды. Бұлар біраз отырғаннан кейін бір көк өгіз мінген жігіт келді. Артына мінгескен бір жігіті бар. Жарты шақырым жерге келіп түсіп, артына мініп келген жігіттің қолындағы қоржынан бір кесені алып, мінгескен жігітке берді. Ол отырған топқа жүгірді. Халықтың бәріне басынан аяғына дейін кесені көрсетіп өтіп, қайтып жолдасына келді. Кесені қолынан алды да жер салып, 3 бөліп, қылышпен жігіттің басын қағып тастап, көк өгізді жігіт зарлап кеп жылады. Жылаған уақытта шыққан даусынан адамның сай сүйегі сырқырайды. Тыңдаған халықтың бәрі төмен қарап жыласып отыр. Біреу жоғары қарамайды. Бағанағы жігіт жылап-жылап өгізіне мініп ап жөнеле бергенде мен соңынан тұра жүгірдім. Кетіп бара жатқанда жанымда отырған шал: қайда барасың, қарағым, өлтіреді, деп жылап қоя берді. Оған болайын ба? Іздеп келген шаруамның өзі сол еді. Жүгіріп бара жатқанымда бір жігіт: мынау адамды жын соққан ба? Ұстаңдар, жібермеңдер, ажал түртіп жүрме, өзінің дені сау адам емес. Босатпаңдар, деп ұстап жібермей-ақ қойғаны. Енді қайтерімді білмедім. Онан босап баруға тұратын мекенін пәнде білмейді. Адасып қалдым. Ызаланып енді 2-ші жылға қалдым. Сол баяғы алғашқа келген шалдың қолында мен бала, ол әке болып жүре бердік. Жыл 12 ай өткен уақытта көк өгіздің келер уақыты жетті. Әке шешем қал деді. Мен барам деп, ақырында менің көңілімді қимады, ертіп жүрді. Бірақ ана жылғыдай тағы жүгіріп жүрме, өлтіріп тастайды. Ол жігіттің алдына ешкім барған емес, деді әкем. Мен жарайды деп алдап жүріп топқа келдім. Отырғаннан кейін әрі-беріден соң көк өгізді жігіт келді. Баяғысында кесе беріп жігітті жіберді. Жігіт елге көрсетіп болып, қайтып барған соң кесені сындырып, жігітті өлтіріп, ой зарлап жылады дейсің. Сонан соң өгізіне мініп жүре бергенде артынан тағы жүгірдім. Отырғандар: ой, мына жігіттің дені сау емес, ұста, деп тағы жібермей қалды. Досым, замандасым, қайғысына ортақ едім, жібер, деп халыққа жалынып едім. Әке-шешем өтірік айтады деп ешкім мені босатпады. Содан сорым қайнап, жылай-жылай 3-ші жылға қалдым. Тағы шал мен кемпірдің қолында тұра бердім. Ол 2 байқұс өз баламыз деп мені жақсы күтеді. Жанын үзеді. Кейде: қарағым, сен неге күліп ойнап жүрмейсің? Әр қашанда ренжіп жүресің. Не ойың бар? Айтшы. Әлде тамағың аш па? Болмаса киімің жаман ба? деп сұрайды. Жоқ ата, өзімнің мінезім солай деп айтпаймын. Тек жүрем де қоям. Сонымен тағы 1 жыл өткен соң елдің баратын уақыты болды. Дәл ертең барамыз дегенде, әкемен бір жерге барып келем деп, кешке жақын кетіп қалдым. Жігіттің келетін жолындағы белгілі тоғайға келіп жасырынып, бұғып елге көрінбедім. Ертеңінде дәл түсте жігіт шаңды бұрқыратып келе жатыр екен. Алдынан жүгіріп шығайын дедім де, қой, оным асығыс болар, қайтқан бетінде жолғайын деп тұрдым. Баяғыдай өгізінен түсіп, елге кесені көрсетіп, қайтып барғаннан кейін кесені сындырып, жігітті өлтіріп, жылап-жылап зарлап болып бір ақырып қалды. Отырған ел ағытқан қозыдай шаһарға қарай жөнелді. Олар кеткен соң жігіт те жөніне қарай қайтты. Жүре бергенде артынан жүгірдім.
Тақай бергенде артына жалт қарап, қылышын суырып ала ақырып маған тұра ұмтылды. Мен бәрібір өлетін адамын, онан да осы менің қаныма сіз ортақ болып, басымды алып тастаңыз деп басымды ұсына бердім. Таяу келіп қылышын қынына салды да: «Бұдан былай жүрме, егер жүрсең басыңды алам» деді де жүріп кетті. Мен қарап тұрмадым, артынан тағы жүгірдім. Барлық қаһарын тігіп алып маған қарсы шапты. «Басымды алып тастаңыз, ақыры өлем» деп басымды ұсынды. Басымды шаппады, қайырылып жүріп кетті. Мен де жүрдім. Енді қайырылып қараған жоқ, жүре берді. Мен де жүре бердім. Әлден уақытта бір үлкен көмбезге келіп кірді. Артынан мен де келіп кірдім. Келсем көк өгізді бір бағанаға байлап қойыпты. Үлкен сарайдың жан-жағы есік, төрдегі бір есіктен дауыс шығады. Соған қарай аяңдап келдім. Бұрынғыдай емес, бойым үйренді, қорқу кетті. Барлық мұратыма жеткен болып жүрмін. Әлгі үйге келіп кірсем, жігітім зарлап жылап отыр. Өзінен басқа адам жоқ. Есік аузында садақ ұстап бір адам тұр. Түрінен адам шошитын. Сарайдың кірер аузында қорқып тұрдым. Жігіт жылап болып бір ақырып қалып еді. Бір есіктей өңкей қара киген бір келгі жігіт кіріп, бәрі де төмен қараған күйі, өң жоқ, түс жоқ, айнала отырысты. Оң жақта бір шымылдық құрулы тұр. Оның ішінде бір қыз жатыр. Әлден уақытта бір ақырып қалып еді. Бағанағы отырғандар қасқырдан үріккен қойдай топырлап кірген есіктен шығып кетті. Олар кеткен соң жігіт шымылдықтың ішіне кіріп, ой сарылап жылап еді дейсің. Даусының зары қара тасты жібітетіндей. Мен үйдің ішіне кіріп отырдым. Мұның қалай деген ол жоқ, өз ісімен әуре. Жылап зарлап болып көзін сүртіп, қыздың іргесінен бір жуан таяқты алып шығып, бір ысқырып қалып еді. Қылыш асынған бір екі жендет жетіп келді. Көк өгіздің төрт аяғына төрт қасық қағып мықтап байлап қойып дүрені салды. Кейін өз қолынан жонына 100 таяқ және салды. Ол жарамай сынған соң өгізді шалқасына салып қойып, және бір таяқпен бауырын тілгілеп, екі бүйіріне 200 таяқ салды. Өгіз өкіргенде қолындағы дауысы құраққа шықты. Әрі берден соң өгіз шала жансар қалды. 400 таяқты салып болып өгіздің ауыз басын торғын орамалмен сүртіп жіберіп, кілемнің үстіне құс төсек салып жатқызып қойды. Қайтып үйіне келіп отырды. Аздан соң тамаққа келді. Оны ішіп болды да мені қасына шақырып алып: «Қане шырағым, бейнет көрген адамға ұқсайсың. Өлімге жаныңды қиғандай тірліктен үлкен не арманың бар? Айтшы», деді. Айтшы дегенде қуанғанынан жылап қоя бердім. Мен өзімнің кім екенімді, басымнан кешкен уақиғамды бастан аяқ қалдырмай баян қылдым. Көк өгізді жігіт: «Ой, сіздікі ештеңе емес. Құдай сені ертең-ақ жарылқайды. Себеп менің уақиғамды біліп алып қайтасың. Өмірі өлгенше қайғы жайлап кететін мені айтсаңшы» деп сөз бастады. Мен де бір патшаның баласы едім. Әкемнің ешбір перзенті болмай 3 қатын алған екен. 2 кіші қатыны менің әжем. 2 қабат болған уақытында әкем баламның өмірінен кітап ашып бер. Бақытты болама, жасы ұзақ болама, қыз болама деп шақырдағы барлық бақсы балгерді жиып алып сұрапты. Басылар кітаптарына қарап балдарын ашып-ашып бәрі де үндемейді. Патша: «Неге айтпайсыңдар? Не көрдіңіздер?» деген екен. Сонда бір ішіндегі ғұлама үлкені: «Әйеліңіз ер бала табады, атын Әшім қойыңыз» депті. Онан соң 12 жасқа келгенше жер астына сақтаңыз, әйтпесе өмірі қысқа болады, өзінің көргені бейнет болады деген екен. Әкем еркек бала деген соң қуанып бірнеше жұмыскер жиып алып жерден сарай жасатқан. Оны болған соң 12 жылға жететін азық үйдіріп, шешемнің ай күні толған уақытында қанша даяршы мен мені оқытатын молла мен бәрімізді жер астына түсіреді. Шешем сол жер астында босанып, сонда асырап, сонда тәрбиелеп жүріп жатады. Мен ештеңе білмеймін. Кәдімгідей сейіл құратын жері бар, сарайы бар, жақсы оқып жүрдім. Сонымен жасым 11-ге келді.
Бір күні сейіл құратын жерге барып қыдырып әрі-бері жүр едім. Жоғарғы жақтан бір болымсыз жарқыраған саңылау көрінді. Әлгіні тамаша қылып қарап тұрып едім. Әрі-беріден соң алтын таққа мінген, дүниеде теңдесі жоқ бір сұлу қыз әлгі тесіктен түсіп қасыма келіп, мені алдына алып құшақтап, қысып-қысып оң бетінен бір, сол бетінен бір сүйді де қайтадан ғайып болып жоқ болып кетті. Ешбір тұрағын білдірмей кетіп қалды. Ол кетісімен әлгі жерде талып қалыппын. Әрі-беріден соң көзімді ашсам, шешемнің екі көзі бұлаудай. Молда дем салып отыр. Ғашық оты ішімді күйдіріп әкетіп барады. Не болды деп молда мен шешем сұрайды. Айтуға аузым жоқ секілді. Әкеме хабар салып жер үстіне алып шықты. Ат жетер жерден бақсы іздеп, ешбір ем қыла алмай қойды. Ақыры шақарымыздағы бір ғұлама қарап, бұл бала жазылмайды. Бұл ғашық болған болу керек. Пәлен шақарда бір дәрігер бар. Соның бір қарағанынан қалмайды. Баланы сонда жіберіңіз. Бәрібір шақырғанмен ол келмейді. Мен өзім бастап апарайын. Дәрігерге қанша тарту сыйлықпен жіберіңіз, деді молда. Мұны естіп әкем пақырмен жазылғандай болып қуанып, ырғап-жырғап жүргізді. Арада бірнеше күн жол жүріп дәрігерге келдік. Әлгі дәрігердің әдеті халқын жылында бір қарайды екен. Елінде жөнді ауру болмайды. Адамда ажалға да талғап қана Құдайдан қорыққаннан береді екен. Сонымен мен барған кезде елінің жиылып көрінетін уағы болып қалыпты. Шақырдан 5 шақырым шамасындай жерде сарайы бар екен. Соның алдында елі жиылып қаз-қатар отырады екен. Өзі жалаңаш келіп, елді қарайды. Сол елмен бір мен де келіп отырдым. Дәрігер келіп, басынан төмен қарап-қарап, қайсы біріне ауруың жоқ деді. Әлде қайсына бір жапырақ қағаз берді. Қайсы бірінен дәрі берді. Бәрі де оңалып тарап кетіп қалды. Маған келді де бетіме қарап өтіп кетті. Өзімнің түсім сарғайып, өңім бұзылып кеткен болуым керек. Анау қарамаған соң жаннан күдер үзіп, өледі екен ғой деп ойлап отырдым. Әбден ел тарап болған соң шал келіп, мені ертіп өз сарайына алып келді. Үйіне кіріп бір үлкен сандығын алып келіп, аузын ашып астыма орындық қойды. Сандық толған кітап. Наны оқи бер деді де өзі кетіп қалды. Оқып отырмын. Еш нәрседе шаруам жоқ. Күн сайын тәуір болып келе жатқан секілдімін. Шүкір, жаман емеспін. Кітаптардың бәрін 6 ай ішінде оқып бітірдім. Бір күні бір кітапты оқып отыр едім. Ұстазым бір аурулы шалды алып келіп шалқасына жатқызып қойыпты. Кітапты оқып отырсам, кітапта көсеу темірді отқа қыздырып, бісміллә деп, аурудың басына таяп апарсаң, мойына жабысып тұрған кенедей дерт темірдің басына жабысып шығады. Темір ыстық болса, шал өліп кетеді, делінген екен. Әлгі өзімнің ұстазым шалды осылай емдегелі жүр екен. Ұстазым темірді ыстып алып кетті. Байқасам темір ыстық. Таяп тиіп кетсе өліп кететін. Ауруға жаным ашып, ата, өліп кетеді дедім. Сол-ақ екен темірді лақтырып жіберіп, шашын, сақалын жұлып, ойбай салып үйден шығып безіп кетті де қалды. Онда жұмысым болған жоқ. Жүгіріп келіп, темірді суытыңқырап жіберіп, аурудың басындағы дертін алып, тұрғызып қоя беріп, жүгіріп далаға шықсам, ұстазым жарылып өліп қалыпты. Бұл не деген ғажап болып кетті деп жүрсем, ол мынау өзімнен қалай асып отыр деп күңшілік етіп жарылып кетіпті. Сонымен шалда ақ жауып, арулап қойып, сарайларын аралап жүрсем, бір бөлменде кішкене ғана бір сандық тұр. Ашып қарасам, ылғи дұғалық, ісми ағзам дұғасы. Әлгілерді қолыма алып оқып көрсем, пері байлау шарттары бар екен. Алып оқып, ойлап отырдым. Баяғы қыз осы перден шығар. Бұларды байлайын деп бір дұғалықты алып оқыдым. Әлден уақытта, жаным, бұл не қылғаның? Қырасың ба мұнша деп жиылып келіп тұрған ылғи перілер. Сендерде менің шаруам жоқ, патшаларыңның қызына әкелсеңдер босатам, болмаса бәріңді қырамын деп едім. Жұмыр деген бір ұшқын жіберіп патшаның қызын алдырды. Өзімнің неше жыл зарығып сал ауру болған Шахинорды есіктен алып келгенде есімді білмей талып кеттім.
Әлдене уақытта көзімді ашсам, баяғысындай алдына алып су бүркіп отыр екен. Құшақтап көрісіп, «Жә Құдай, тілекті бердің» деп мауқымды бастым. Байлаған перілерді босатып, некемді қидырып, осы сарайымды өзіме бөлек етіп салдырып, өзіме арнаған үйге кіріп, сәт күні екеуміз қосылып жатқан едік. Сырт жағымнан бір дауыс: «Ой, ақымақ, тозаққа кетесің, қойныңдағы ісми ағзам дұғасын бер әкел», деді. Байқағам жоқ, суырып бере салдым. Қолына түскен соң таптырама, алды да кетті. Сөйтсем, мені перілер алдап аңдып жүреді екен. Өздерін байлайтын дұға қолдан кетіп қалды. Ана шымылдықтың ішінде жатқан қыз не өлі емес, не тірі емес, шала жансар. Көк өгіз сол дұғалықты сұрап алған пері. Ұстап алып, жылында кегімді бір алам. Зарлап жылайтыным ана қыздың күйігі. Сол пері тірілмейді. Бұл дүниеде осымен қосыла алмай кеткенім-ау деп жылаймын. Халықты еріп алатыным бәрі де менің осындай болғаныма қайғылы. Өзім барып жылап, зарлайтыным халыққа ашықтығымды білдіремін. Өлтіретін жігітім, сол ұстап қалған перілерім. Жылында біреуін ел көзіне көрсетіп, өлтіріп қайтамын. Қайтып келіп дүре салатыным шыдай алмай кек алам. Торғын орамалмен ауыз мұрнын сүртетінім жаным ашиды. Осы уақиға менен 5 жыл болды. Содан бері тартқаным қасірет, деп сөзін бітірді. Енді ұлықсат беріңіз. Ысми ағзамды мен іздеймін, дедім. Жоқ, осы өнермен неше жыл мен де таба алмай зарлап отырмын. Қор боласың, елге бардағы ашығыңды қуантып мақсатыңа жет, деді ол. Жоқ, іздеймін, өлсем сізден артықпын ба, деп дұғалықты іздеп жолға түстім. Қайда екенін ешкім білмейді. Әйтеуір бетім ауған жаққа қаңғып жүріп кеттім. Бет алды сандалып жүріп, қаңғып еш дерегім білмей, қой, таба алмай барғанша өлгенім артық деп, бір тауға шығып, жар тастан құлап, өлем деп тұрғанда бір дауыс: «Ей ақымақ, неге кетесің? Ана бейітке бар, 3 дәруіш отыр. Соған барсаң мұратыңа хасіл болады», деді. Мұнда келіп едім, сіздерді көрдім, деді Мұратхан. 2 дәруіш. Енді сіз сөйлеңіз, деді 3 дәруіштің әуелгі екеуі. Мұратханның алдында келген адам сөзін бастады. Мен Жазира шаһарының патшасының баласы едім. Әкем сонша жақсы ақыл иесі адам болды. Мен еркемін. Жасым камалатқа толып, сейіл серуен құрып жүремін. Қасыма ерген 40 нөкерім бар. Бұл жалғанда теңдесім жоқ, деп ойлаймын. Еш нәрсе ойыма кіріп шықпайды. Бір күні серуенге шығып аң аулап келе жатыр едім. Алдымыздан бір басы алтын, бүксесі күміс киік ойнақтап шыға келді. Құдай берді деп, алдымызға қарағанымыз жоқ. Бет-бетімізбен қуып жөнелдік. Киік қашып келеді. Біз қуып айқай салып келеміз. Ештемемен жұмыс жоқ. Есі дертіміз киікке жету. Ол жарқ-жұрқ етеді. Аттары шаршаған жігіттер бірте-бірте қалып жатыр. Онда шаруам жоқ. Есі дертім киікті ұстасам деймін. Киік сонша қызықты. Шіркін-ай, ұстап алып сарайымның ішіндегі бақшаға қоя берсем деймін. Атым жүйрік, болдырар емес. Неше түрлі болып аспанға ұшып кетеді. Бір мезгілде артыма қарасам адам көрінбейді. Бәрінің аты болдырып қалып қойыпты. Мен оны керек қылғам жоқ. Қызумен киікке қызыға қуып жүре беріппін. Күн батуға таянған мезгіл еді. Киік те болдырды. Менің атымда болдырып келе жатқанда алдымыздан бір үлкен су кездесті. Бұған киік те келді, мен де келдім. Қайда барарым біле алмай секіріп суға түсіп жүзіп жөнелді. Шыдап тұра алғаным жоқ, мен де түстім. Әлден уақытта ол да шықты ар жағына, мен де шықтым. Және қашып жөнелді. Беті таяу тұрған бір тау бар екен. Соған қарай тартты, мен де қалғаным жоқ. Таудың бір үлкен терең сайына қарап қашып келеді. Мен де қуып келем. Сайдың төр жағына бір көк күмбез тұр. Киік келді де соған кіріп кетті. Артынан келіп, атымды байлап тастап мен де кірдім. Келсем дәнеме жоқ. Екінші бір есіктен қарадым. Іш жағын неше түрлі етіп безеген екен. Кірсең шыққысыз бір сарай. Соның дәл төрінде киік сұлап жатыр.
Оның басында ақсақалды бір шал жылап отыр. Сені кім осындай қылды, жануарым? Құдай, оны да сенде азапқа салсын, деп отыр екен. Екінші бөлмеге қарасам, оң жақ қабырғада бір шымылдық құрулы тұр. Ар жағында ай десе аузы, күн десе көзі бар, қара қасы қиылып бір қыз отыр. Көзім түскен кезде бойымнан тағат кетіп, жан төніммен ғашық болып, «Ей, сен не қылған адамсың?» дедім. Үндемейді. Жымия қарап көрген сайын сабырымды салып барады. Жақын келіп, «Өй, сен не деген жансың? Не қып отырсың?» дедім. Үн жоқ, бедірейіп отыр. Үндемегеніне ызаланып, «Жаным-ау, неткен жансың? Жөніңді айтсаңшы?» деп дәл қасына жетіп келсем, сурет екен. Не болып кеткенімді білгенім жоқ. Сурет болса да есім шығып талып кетіппін. Суретті құшақтап, зарлап жылап отыр едім. Жасы 60-70 мөлшерінде бір қарт адам кіріп келді де: «Әттеген-ай, жас басыңнан мына дертке қайдан душар болып қалдың? Сорлы бала, мұнда не шаруаң бар?» деді. «Бәрібір, ол сенің қолыңа түспейді. Ғашықтық дертпен өлгеннен басқаң жоқ», деді ақсақал қасыма келіп. Жылап отырып, «Ата», дедім, «Құдай үшін маған жөн жобасын, қай түрлі екенін айтып көрсетсеңіз», дедім шалға. «Шырағым, мен шал емеспін. Биыл жасым 28-ге шығады. Осы қыздың әуресімен шашып, сақалым ағарды. Менің балалау кезім еді. 20-ға жетер-жетпес уағым. Ром шаһарына барып келе жатқанда, бір сәнді салтанатты үлкен шаһарға кез келдім. Шаһарға таяп келіп қасына қондым. Күн ыстық, түс мезгілі еді. Шатырды тігіп тастап жатыр едік. Аздан соң бір жігіт келді. Сол шаһардікі екен. Әдемі, еркек затқа бітпеген пішіні бар, періште десең болады. Ат үстінде тұрып, «Жолдарыңыз болсын, қай жердікісіз?» деді. «Айтқаныңыз келсін, Ром шаһарына барып келе жатқан керуенбіз», дедім. 3-4 жас менен кіші. «Ағай, бері келіңізші, сізде бір шаруам бар еді», деді. Бұрын көріп білген кісім емес. Бірдеме істегелі жүрме деп қорқақтап бөгежектеп едім. «Қорықпаңыз, мен де адам баласымын, не қылар дейсіз?» деді. Мұңайып, жіңішке дауыспен майдалап қана. Қасына бардым. «Ажарыңыз тәуір болған соң сізге бір іс тапсырайын деп келдім. Бармасаңыз айтпаймын», деді. «Айтыңыз, түріне қарай барамын», деп едім. Ол: «Мойныңызға алсаңыз айтам, әйтпесе айтпаймын. Нәсіліңізді көргесін сіз орындай алады деп келіп отырмын», деді. «Жарайды, енді айта ғой, тәуекел, барайын», дедім. Қалтасынан бір сөз жазған хат алды да, «Мына хатты сонау ақ мұнараның ішінде 8 патшаның санаты отырады. Сол күмбезге барыңыз. Күнбатыс жақтағы есіктен кірсеңіз кішкене көше бар. Соның жан жағында бөлек-бөлек есігі болады. Аузында күзетші, кісі көрсе атады. Сіз соларды көргеннен қолыңызды көтеріп барыңыз. Қасына барған соң хатты көрсет. Сізді нұқсап жібереді. Сонан оң жақ қабырғада 3 есік болады. Сіз оның екеуінен өтіп, 3-ші есікті ашып тұрсаңыз, төрінде аяқ қолы шынжырлаулы бір арық жігіт отырады. Мына хатты сол жігітке беріңіз. Беріп қолына тиген соң жарты ауыз сөзге келмеңіз. Тез кейін қайтыңыз», деді. «Осыны істегенде шапшаң тез барыңыз. Егер жауапқа келемін деп 1 минут кешіксеңіз, сіз бұл дүниелік адам болмайсыз. Басыңыздың қалай кесіліп қалғанын біле алмай қаласыз», деді. «Мен қыспын, әкем бермеймін деп ұстап отырған менің қашық жігітім еді», дейді. Мен қызбын деп айту мұң екен, жан тәнімен ғашық болдым. Жүрегімде сабырлық қалмады. Мен осындай халге душар болды деп ішкі сырымды айтқым келіп еді, бірақ мұның хатын апарып, әуелі оның ішкі сырларын біліп алайын деп ойлап, құп болады деп хатын алып жүріп кеттім. Айтқанымдай ақ күмбезге келіп көрсеткен есіктен кірдім. Мен кіріп келсем, 3 есік тұр. Төргісінің аузын ашып қарасам, бір жігіт отыр, аяқ қолы шынжырлы. Нұсқасына қарасам, адам баласының жаны ашитын, арықтығы ар жағынан сүйектері көрініп тұр. Бір түрлі мехнат көріп отырған адам. Түрін қарап тұрсам, құр қу сүйекті құрап қойған секілді.
Не қыларымды білмей осыны істеген адамды шамам келсе отқа itергім келіп қаным қайнап, жөнін сұрайын деп оймен хатты қолына беріп, жаным-ау, мұнша саған не болды деуім-ақ сол екен. Дүние жүзі қозғалғандай шатыр-шытыр етіп зіл-зала орнағандай болды. Не екенін білмеймін, өліппін де қалыппын. Сонан кейін көкте екенімді, жерде екенімді білмеймін. Бір уақытта кішкене есім кірейін депті. Қозғалуға дәрмен жоқ, өне бойым ұсатылып қалған, қимылдатпайды, басым зеңеді. Байқасам, мүшелерім өзімдік емес секілді. Жан-жағыма көз жіберсем, өзімді табытқа салып, көтеріп жүр. Өне бойымды қызыл қан шауып кеткен. Жатқан жерімде қара құрттай кісі қаптап жүр. Басым быт-шыт болып жарылып қалыпты. Бұл қалай деп сұрайын десем, шамам келетін емес. Көтеріп жүрген адамдарға мені бір оңашалау жерге апарыңыздар, дедім. Іздеп келіп алатын жолдастарым қайда екенімді білмей жүр ғой. Әлде мынадан қорқып қашып кеттім екен деп те ойлаймын. Әйтеуір топтан шеткері бір жерге алып келіп, табытыммен қойды. Ептеп байқасам, бұрынғыдан гөрі есімді жиып алыппын. Топтың ортасында биік құрылған табыт тұр. Үстінде бір өлген адам жатыр. Астында бір еңгезерде әдемі жігіт. Басында айрық қалпақ, қолында қос шелек найза, үстіне киінгені торқа сауыт, мойында садақ, екі көзіне жас ағып, бауырмай, тиянағымай, жүзіңді көріп, ауыз екі қоштаса алмадым-ау деп сарылап, найзасына сүйеніп жылап тұр. Сонша көп халық табытта айналып жылап оларда тұр. Тұруға шама жоқ, бір кісіні шақырып алып, мынау не уақиға деп сұрадым. Ол адам жайланып жаныма отырып, мұны сұрасаң айтайын деп бетіме қарады да. Анау табытта тұрған жігіт, бағанағы өзің хат апарған жігіт деді. Сен сөйлеспей бере салып кейін қайтқанда адам білмейтін еді. Ешкімді сөйлестірмеуге, ешкімге көрсетпеуге патшаның қойған адамдары сенің даусың шыққанда соғып кетті. Қыздың дұғасы бар деп айту да сол еді. Анау өлген жігіт патшаның баласы, және оның інісі де патша. Бірақ бұл патша болғанда арық жігіттің әкесіне қарайды. Қыз сол кіші патшаның қызы. Інісі ағасын өлтіріп, орнына үлкен патша болсам-ау деп жүреді екен. Бір мезгілдер болғанда ол есебін адамға сездірме, бір мыстан кемпірге ақы беріп, ағасын өлтіріп, мұра менікі деп баласына бермей, ағасының орнына патша болды. Сонымен ол жүріп жатты. Екеуінің әкесі бір туысқан кісілер болса да, қыз жігітке ғашық, жігіт қызға ғашық. Мұны бір күні қыз әкесі сезіп қойып, екі тосақы бұлар шариғатқа қисық іс істеді, және мені халыққа масқаралады. Патша қызы інісіне ғашық деген әңгіме елге жайылды. Мұны жөншілікпенен өлтірмей масқаралап өлтірейін деп ойлады. Ақыры жігітті шынжырлап қысып ұстады. Сөйтіп, ешбір айла таба алмай қыз жүре беріп, ешкім білмейді. Сырттың адамы деп сені жіберген екен. Өзің сөйлесем деп мына бейнетке ұшырап жатқаның. Жаңа сенің сөйлескеніңді қыз әкесі патша біліп жігітті дарға тартып жіберді. Сол екі ордада арық жігіттің бір апасынан туған жиені болушы еді. Бетіне жан келмейтін мықты батыр болған еді. Бір күні түс көреді де, халқына қару жарақтарыңды алыңдар, менің нағашым бір пәлеге кездесті, соны біліп қайтамын деп іздеп келген еді. Мынау арық жігіттің өлген үстінен шықты, келе айқай салып араласып берді. Сол жерде дар басына жиылып тұрған халықтан біліп, патшаның басын алып нағашысын анау мұнараға салып, өзі астында жылап зарлап тұр. Қыз күләнді әлгі батырдың қасында бір талып, бір тіріліп отыр, деді бөтен адам. Сөйтіп отырғанымда баяғыда өзімнің көрген жолдастарым жылап, шулап, мені тірі тауып алғанға өздері қуанып, мені сол табытыммен көтеріп, қосқа алып келді. Қане, енді біз жүрейік, өстіп отырып осылардың бірдемесіне ілініп кетерміз, қайтайық, деді жолдастарым. Менің онда жұмысым жоқ. Есі дертім күләнде. Енді бір көріп сонымен сөйлессем деймін. Күләнді мен сөйлессем бе деген оймен ақырында жігіттерді тоқтаттым. 2-3 күн өткізіп жараларым тәуір болды. Соның жүзін көрейін деп шаһарға таман аяңдап келдім. Сұрастырып білсем, батыр жиен бір бөлек алтын сарай салдырып, соған қызды бөлек күттіріпті.
Жан-жағын қоршаған әскер. Мұнан күдер өзген соң қайтерімді біле алмай, сандалып келе жатып енді әуре болмайын, себеп ол менің қолыма енді түспейді. Мұның суретін алсам да болар деп ойладым. Күләнда қыз көк сүймелі пәуескемен келе жатыр екен. Күн ыстық, пердесін ашып мені көріп атын тоқтатып тұрып: «Әй жігіт, сен сөйлеспегенде өлмейтін еді ғой, бірақ та жасы осылай шығар. Сен де қас қылған жоқ шығарсың», деді. Соң мен жылай бердім. Ол неге жылайсың деп сұрады. Өз қалымды айтып ем: «Ой бейшара, әуре болма, батыр білсе, екеумізді де өлтіреді. Онан да өзің барда еліңді тап», деді. «Ең болмаса суретіңді берші», дедім. «Ендеше алтын сарайдың батыс жағына бар да тұр. Қазір мен де барамын», деді қыз. Келіп тұрдым. Әлден уақытта күн батар мезгілде қыз келді. Көрді де бір нөкерін шығарып алып, үйдегі менің суретімді әкеп берші, деді. Нөкері алып келіп маған берді. Сосын Күләнда қош айтысып сарайға кіріп кетті. Жылай мен қайттым. «Ана тұрған сол қыздың суреті», деді шал. «Ол үшін әуреленбе, ала алмайсың, өзің жазым боласың, қайт», деді. Мұны естіп тағы жалынып зарлап: «Ататай-ау, рақым қылсайшы, менде құрбаныңа жөніңді айтсаңшы, барайын», деп шалдың аяғын құшақтап жалындым. «Тоқта», деді бір уақытта, «сенің зарың менің сүйегімді сырқатты, енді айтайын». Шал мені ертіп биік таудың басына алып шығып, жөнін көрсетіп: «Осымен тоқтамай жүре бер. Алдыңнан бір үлкен көл, жайқын су кездеседі. Сонан аман өтсең, еліңе барасың», деді. «Егерде осы жолмен жүріп отырып суды тапсаң, сол суда менің астылы-үстілі байлап қойған кемем бар. Соған мін, және батысқа қарай аға бер. Басқа жаққа бұрылсаң, ғұмырыңды табу жоқ», деді. Мен бәрін сұрап алып, Құдай енді өзі оңғар деп жолға түсіп жүріп кеттім. Шалдың көрсеткен жолмен тура аман есен суға келдім. Суды жағалап жүріп, кемені тауып, біраз осы жерге тынығайын деп 3 күн жаттым. 4-ші күні жүрмек болып, кемені дайындап суға түсіп кете бардым. Күн батысқа жүріп, кемені айдап келе жатыр едім. Күн бұлттанып жел тұра бастады. Дуал соқты. Мен кеменің астыңғы қабатына түсіп алып жаттым. Әлдене уақыт жел шығып, судың жүзі боранша көпіріп, толқындай таудай болып кемені айдап жөнелді. Біресе аударып, біресе домалатып жүріп келеді. Менде еш жоқ. Кемесімен суға кетем ғой деп жылап қорқып, жаным менен қош айтысып жүріп келемін. Бір мезгілде жел басылғандай болды. Кеменің үстіңгі қабатынан шығып қарасам, қалай кетіп бара жатқаным білінбейді. Дүние жүзі көкпеңбек, су дүниенің ол шетімен бұл шетіне көз жетпейді. Мен жылап еңіреп, мына судан енді шыға алмай өлгенім ғой. Күләндам, жүзіңді бір көре алмай кеткенім бе деп, ботадай боздап жылай бердім. Бір уақытта жел қайта көтеріліп, таудай толқындар кемені аударып төңкере бастады. Мен сорлы тағы кеменің астыңғы қабатына кіріп жатып алдым. Кемені толқын тербеп айдап сырғып келеді. Осымен судың бетінде 7 күн жүрдім. Әлдене уақытта кемені жел айдап жағаға алып келді. Қуанып секіріп түсіп, кемені байлап тастап, қырға шығып жүгіріп келе жатырмын. Көздің ұшында шаһар көрінеді. Биік ақ мұнарасы бар. Жүгіріп шаһарға келдім. Келсем адам жоқ. Бір түрлі сәнді шаһар. Бұл не шаһар деп аралап келе жатып ортасында күншеш зейнет деп салған сарайды көрдім. Айналып жүріп бір жақ есігінен ішіне кірдім. Сарайдың асты үстінде адам айтқысыз алтындаған құрулы тақ бар екен. Ей тәңірім, бұл шаһардың адамдары, малы, жаны иесі қайда кеткен? Апат келіп қырылды ма екен? Болмаса қалпымен жолаушылап кетті ме екен? Деп тұрып, тақтың үстіне шығып, өз елімдегі патшалық өмірім ойыма түсіп, масаттанып отыр едім. Әлдене уақытта даладан дауыс шықты. Не дауыс екен деп есім шығып далаға шықсам, шаһардың іші толған маймыл. Мен есімнен айырылып талып кеттім. Менің үніме маймылдардың жұмысы жоқ. Мені көріп қалып шуласып, Құдай берді, мынаны патша қылып аламыз, жез тырнақ бізге тимейді деп шырқырасып жатыр.
Бір мезгілде көзімді ашсам, бетіме су сеуіп отырған ылғи маймыл тағы не бәлеге жолықтым деп зарлап, мені жылап өсиет айтып отыр деп ойлапты. Мен зарлап жылап болған кезде маймыл көтеріп алып келді. Тақтайда жазу бар екен. Әкелді де менің қарсы алдыма қойды. Бұл не нәрсе деп тамашалап қарап тұр едім. Жазылған сөз мынау екен. Бұл шаһарға келген адам баласы осындағы жазу бойынша маймылдарға патша болып тұра береді. Егер кетем деп ойласа, өмірін қорлықпен шірітеді. Шыдамай кетем деп күншығысқа қарай жүрген адам жезтырнаққа кез болады. Оңтүстікке жүрген адам кісі етін жейтін адамға кез болады. Солтүстікке жүрген адам шегі жоқ су болады. Осы маймылдарға патша болып тұрса, ақыретте ақ жүзді иманды болады деген. Ақырында мұны жазған мен Сүлеймен пайғамбармын деп қол қойған. Мына жазуды оқып мен тағы да талып кеттім. Өліп кетті ме деп маймылдардың есі шығып шуылдап су сеуіп тағы тірілдіп алды. Бір уақытта маймылдар өзі сойып жесін деп бір семіз қой берді. Неше күн су бетінде жүріп қарным ашып қалған екен. Маймылдардың енді қастық қылмайтынына көзім жетіп, қойды өз қолыммен сойып, бозып, қазанға асып жедім. Сөйтіп мен маймылдарға патшалық әмір ете бердім. Түн болса, маймылдар жатсам да, маймылдар айналымда қоршап ұйықтайды. Қашып құтылу қиын-ақ. Таң атып, тамақтанып болған соң бір итті ерттеп, мені мінгізіп алып ертіп жүрді. Күн шығысқа қарай келе жатырмыз. Сәске мезгілінде бір үлкен дарияға келдік. Сол күні жезтырнақтар маймылға шабуыл жасайтын күні екен. Әлдене уақытта жезтырнақтар қара құрттай қыбырлап келе жатыр. Маймылдармен шыр айналып, тығылып шулап тұрды. Жезтырнақтар таяп келіп мені көріп, маймылдарға тие алмай иіріліп тұрып қалды. Маймылдар қуанып, адамзаттан патшамыз бар деп жезтырнаққа көрсетіп, жүгірісіп жүр. Егер адамзаттан патша қойса, жезтырнақ тимейді екен. Олар иіріліп тұрып тарап кетті. Түс болған соң бізде шаһарға қайтып келдік. Күндіз түні уайым қайғы, қалай кету есебін таба алмай жылаймын да отырамын. Бір күні ойланып отырып, қой, бүйтпейін, халқымды аралайын деп бұларға әмір қылайын. Сонан соң өздерінен өздері әуре болып кеткен кезде қашайын деген ойды ойладым да, халқымды жиып алып, мен алыста жатқан елімді аралаймын деп, жүйрік итті ерттетіп, мініп алып, ел аралауға жүріп кеттім. Құмырсқа жақтағы бір маймылдың ауылына келіп қондық. Патша келген соң есі қалама. Арақ шарапты жинап, малды сойып, естері шығып шуласып жүр. Сөйтіп отырғанда мен барлық жұртты жинап алып, арақ шарапты ішкізіп, түгел мас болған кезде итке мініп алып, қашып жүріп кеттім. Мастықтары қайтып естерін жиған кезде олар тұрып мені іздейді. Кетіп қалғанымды біліп, барлығы жиылып, ойлап, байлап, жыласып, енді өлдік деп шулап, иттеріне мініп алып, менің кеткен ізіме түсіп алып, қуып береді. Олар қуып жақындап келе жатқанда, мен де жаңа ғана құмырсқаның жұртынан өттім. Құмырсқалар жалғыз мені байқамастан алдында шырт ұйықтап жатқан еді. Мына қоғам маймылдардың дүбірімен оянып көріп, әдейі өз жұртына іздеп келген жауды аясын ба, қарсы шығып соғыс салды. Мұны көріп маймылдар мені қууға шамасы келмей, құмырсқалармен соғысып қала берді. Мен сол жүгіргеннен жүгіріп тоқтамай 3 күн, 3 түн жүрдім. Тынымсыз жүрген ит онан ары жүруге жарамай болдырып, өлім халіне келді. Берейін десем түк тамақ жоқ. Енді қайтерімді білмей, я Құдай, мен ғаріпті осынша неге аямадың деп уайымдап отырдым да, қой, бүйтпейін, мұнымен отырып өліп қалармын, жүріп тіршілік қылайын деп, итті тастап жаяу қаңғып жүріп кеттім. Көп жүрдім, ел жұртымның бетін көре алмадым. Ылғи шөл, жапан дүз дала. Әбден халім бітіп, өлудің азақ алдында болып келе жатыр едім. Алдымнан бір биік тау көрінді. Соған аяңдап келдім. Басына шығып қарайын, жан жақтан не көрінер екен деп ойлаған едім. Әлім бітіп, шаршап қалай шығарымды біле алмай тұрдым. Дәл тұрған жерімнен бір биік тас көрінді. Қой,
Бүйтіп ит жемеде өлгенше мына тастан құлап өлейін деп, енді секіргелі тұрғанымда арт жағымнан бір дауыс: «Ей ақымақ, имансыз неге өлесің? Онанда анау бейіттің ішінде 2 дәруіш отыр. Соған барсаң мұратыңа хасыл болады», деді. «Мұнда келіп едім, мына екеуіңді көрдім», деді. Мен де бір патшаның баласы едім. Әкем сонша қаһарлы, алдына еш адам келмейтін түсі суық адам еді. Сол кісіде мен жалғызбын. Және бір қарындасым бар. Басқа ұл туысым жоқ. Сайран етіп сауық құрып жатамыз. Еш уайым жоқ. Қасыма ерген нөкерлерім бар. Күнде сауық. Әкемнің қыртайған уағы еді. Бір уәзірі бар. Ол да халыққа қадірлі, бірақ қатаң мінезді еді. Бір күні әкем ауырып 3 күн жатып дүниеден қайтты. Өзім жас, әкем өлген, уайым қайғымен қараланып мен жүрмін. Шешем тәуір кісі еді. Бір күні: «Балам, өлгеннің соңынан өлмейсің, осы елдің түрі жаман. Түбінде ертерек мына әкеңнің орнына отыр. Өйтпесең, ана уәзірдің мінезі жаман. Аударып алып таққа отырарда мені қаңғытып жіберер. Онан бұл үй алатын кісі емес. Саған менің ақылым», деді шешем. Мына сөзді түсініп елімді жинап алып: «Ай халқым, әке өлсе балаға мұра» деген еді. «Мына әкемнің орны бос тұрмасын», дедім елге. Анау-мынау деп отырғанда уәзір сөз бастап еді. Отырған ел соны мақтады. «Патшаны енді көп болып, тас салып сайлаймыз. Мен болам деген кісінің бәрі де патша бола берсе, елдің бәрі де патша болар», деді ол. Анау-мынау деп едім. Елдің беті ауып кеткен екен. Сол жерде табан аудармай уәзірді патша қойды. Уәзір мені сол сарайдан шығарудың қамына кірісті. Жас болсам да жөншілікпен шығам ба? Тартса кеттім. Ақырында уәзір қойған жоқ. Өзімді қорлықпен масқаралап айдап шықты. Сонымен не қыларымды білмей сандалып жүрдім. Сол әкем патша болып тұрғанда бір досы бар еді. Бір күні жылап соған келдім. Ол мені көріп жылап: «Қайран, шырағым-ай, Зейнел-ай», деп құшақтап біраз тұрып, шешем қарындасым бәрімізді үйіне ертіп келді. Отырып: «Ей Зейнел, әкеңмен құдай дескен дос едік. Сен мына халге ұшырап қалған екенсің. Әкең тірі уағында бір перінің патшасымен дос еді. Соған жылда бір барушы еді. Барғанда мені қалдырмай алып барушы еді. Сонда пері айтушы еді: «Осы сурет 40-қа толса, не болам десе боласың. Кімде қандайлық кегің болса, соны қалайда аласың», деп еді. «Сен соған барып мына болған халіңді айт. Әкеңмен достығын айт. Сонан соң анау қалған маймылдың суретін сұрасаң берер. Мен соған ертіп барайын», деді. Әкемнің досы екеуміз жүріп отырып бір күндерде періге келдік. Күтіп алды. Сонан соң болған халді айттым. Әлгі пері патшасы отырып басын шайқап: «Балам, сені қайдан білейін? Ешбір сырыңды алғаным жоқ. Әкең адал достыққа жарайтын жақсы кісі еді», деп отырды да: «Жарайды, әкеңмен дәмдес болып едім. Бір рет сынап берейін. Мен адамзат патшасы Онзила шаһарының қызына ғашық едім. Мен соны тартып алам деп барғанымды біліп, елі исми ағзам дұғасын оқып жолатпай қойып еді. Сонан не істерімді білмей отырмын. Не ықтиярымен бермейді. Соны қас қылмай әкеп берсең, маймылдың суретін берейін», деді. Пері патшасы соны айтып қолымызға: «Мынаумен іздейсіңдер», деп бір қызың суретін берді. Қарасақ, көрген адам жолында өлетін. Суретті алып патшаны ғашық қызын іздеп кеттік. Көрсеткен жөнімен іздеп неше күн жүріп келе жатыр едім. Елсіз далада иығына қоржын салған бір қайыршы шал кезіге кетті. Сәлем беріп жөн сұрады. «Балалар, мен сол шаһардікімін», деді. Қайыршыдан мына жақсылық хабарды естіген соң мен тұрып: «Эх, сақал, қайырсыз 1000 теңге аласыз ба? Жоқ, қайырлы 1 теңге аласыз ба?» дедім. Қайыршы: «Қайырсызды не қылайын? Қайырлы 1 теңге беріңдер, шырақтарым», деді. Сол жерде қайыршыға бір ділда беріп жүріп кеттік. Жөнін сұрап, бір мезгілде шаһарды тауып алып, күн кешкірген уақыт. Шаһарда аралап келе жатыр едік. Шаһардың орта тұсында бір үлкен алтын сарай тұр екен. Бір жағы құлаған, ішінде бір шал, бір қыз отыр.
Келсек, бағанаға қойнымыздағы суреттегі қыз. Көңіл шат болып, осында қонайық деп келе жатсақ отырған шал, бағанаға өзіміздің қайыр берген шалымыз. Аттарымызды байлап тастап, ассалаумағалейкум деп кіріп келдік. Көргеннен ақ тани кетті, бәрі де жылап отыр. Шал қалбалақтап, жоғары шығыңдар, балалар, жолдарың болсын, қарақтарым. Сендердің бір ділдәлерің қайырлы, берекелі болып бүгін соған көп нәрсе алдым. Мына балам қуанып көп алғыс айтып отыр, деді. Алла сендердің жолдарыңды қылар, бізде мүсәпір адам едік, деді. Сонда қуанып отырып, қасымдағы досым сөз бастап, пері патшасы жібергенін айтып, қызды сұрады. Шал мына сөзді естіп, жылап сөз бастады. Балалар, мен заманында патша едім. Қабыда Құдай тағала мына күйге салды. Сол пері лағнет келіп, соғысып, мал мүлкімді талауға салып, көп қинау көрсетті. Мен де патшамын, жөншілікпен қызды бермедім. Енді күллі елді бүлдіретін болды. Сонан соң молдалар жайып періге ем мынау болады деп бәрі ісми ағзамның дұғасын оқыды. Әрі беріден соң албасты секілді басып отырған пері әскері бір сағатта кетіп бітті. Кетсе де тыныш кеткен жоқ. Осылайша өзімізді ғарып қып, мына сарайдың бір жағын бұзып, барлық адамдарымызды жылатып кетті. Сонан бері осы халмен күн көріп жатырмыз. Сендердің кешегі берген ақшаларыңыз өзім осы халге келгеннен бері көрген қайырлы нәрсем болды. Енді балалар, сендерге не айтам? Өзі мына халде отырмын. Заттарың тәуір көрінеді. Періге осы баламды бермеймін деп түсіп отырмын ғой. Қалай қиып аласыздар? Өстіп отырып бұл баламды енді жылата бермейін. Құдай алдынан жарылқасын, деді шал. Осы күні сол сарайда болып ертеңіне қызды алып келе жатырмыз. Мен қызға жан тәнімен ғашықпын. Жоқ жерде өзімнің ғашық екенімді қызға айттым. Қыз Шарбану, мен қайдан білейін, менде не ерік бар? Мені не қылғалы алып келесіздер деп ауыр күрсініп жылады. Жаным Шарбану, мен сендік, енді ешкімге бермеймін, ықтиярымсың, дедім. Ондай күн болатын болса, ол нәсілінен қайда барам? Амал жоқ, ерік кетіп келе жатырмын. Онда да мен қанша баянды болып тұрар дейсің. Құса болып өлем, нәсілің адам. Пері емессіз ғой, сізге мен де ғашықпын, не қылсаң да ықтиярмын, деді. Шарбану сөйтіп тұрғанда бағанағы досым келіп, ой, ақымақ, бұлай жүр, естіп пең патшаның айтқан сөзін, қастық қылма дегені қайда. Бұған қатысып алып берсең, сен де, қыз да, мен де бұл жаһанда болмаймыз. Есің жоқ, біз ана қалаған маймылдың суретін алсақ, барлық мұратқа жетеміз, жолаушы болма, деп ұрсып қуып жіберді. Енді таң атып бұл қонған жерден жүріп кеттік. Ертең мен қыздың қасына келіп, әртүрлі сөз айтып отыр едім. Досым және келіп ұрысты. Мен әрі-бері көнбей, маған енді маймылдың суретінің керек жоқ, осы Шарбануды өзім алайын деп айтып едім, досым маңға отырғызбады. Бұл жерде өзі ақымақтық қылма. Суретті алсақ, осы мұраттың бәрі де болады. Мен өзім бәрін де орындаймын деп қызға жолатпады. Осымен келе жаттық. Енді екеумізді аңдып жақындастырмады. Ішімнен қан өтіп мен жүрмін. Ақырында аңдушыны алдаушы жеңеді деген ғой, бір қапысын тауып, Шарбанумен қосылып қалды. Оны досым біліп қалып, ойбай салып, сен бүлдірдің, енді бізге түк жоқ деп жер теуіп ұрысты. Мен досыма жалынып, әй ағатай, маған жаныңыз ашыса, осы Шарбануды өзім алайын, енді маймылдың суретінің керек жоқ, деп зарлап жыладым. Олай бұлай айтып едім, болмады. Зарғып жылап жалындым, болмады. Ақырда менің көңілімді қимай айтты. Жарайды, енді тұра тұр, осы перілердің мұрнына иісі келсе, жоламайтын бір дәрі болушы еді. Кінә өзінен болсын. Оның иісі мұрнына келсе, Шарбанудан безіп кетеді. Содан кейін қызды да аламыз, маймылдың суретін де аламыз, деді. Сонымен қыз Шарбанудың қолына дәрі жақты. Бірнеше күн жол жүріп алып келді. Сонан соң бізді бір бөлек үйге әкеліп кіргізді. Қызды оңаша бір үйге апарды. Тамақ ішіп болған соң досымыз екеумізді қыз отырған үйге әкелді.
Әрберіден соң Шарбанудың қасына барып еді, ескелеп тұрып шошып секіріп шықты. Сөйтіп, біздің қасымызға келіп ақырып, бет шығар, сен неше келіп, менің неше түрлі сырымның бәрін білгенсің. Ант ұрған, саған мен көрсетейін деді. Маған келіп, ей оңбаған, адалмын, дос болам дейсің, адамзат опасыз келеді деп, екеумізді жаққа екі тартып еді, дүние жүзі зілзала орнағандай шақыр-шұқыр етіп, астан кестен болды. Мен өліппін де қалыппын. Сонан кейінгі халдің не болғанын білмеймін. Бір уақыттар болғанда көзімді ашсам, ел жоқ, күн жоқ, бір меңіреу сар далада жатырмын. Досым да жоқ, қыз да жоқ, перінің шаһары да жоқ. Не жер екенін біле алмай естен танып, жынды кісіше біраз отырыппын. Аздан соң есімді жиып алып бір таныс жер табылар ма екен деп едім. Жердің бәрі жат. Әкеден, тәж, тақтан, ел жұрттан айырылған бұлай тұрсын, бәріне мынау өтіп кетті. Ыза мен дерт ішке сыймай жылап, я Құдай, неңді алдым? Осынша жас басымны ғарып қылғандай, енді мынау киікті тарттырғанша, ал Құдай деп ызаланып жылап жатып ұйықтап кеткен екенмін. Түсімде әкем келіп айтады, шырағым, ренжіме. Алланың жазуы осы. Осыдан аумай бетіңді күнбатысқа қойып жүре бер. Алдыңнан бір биік зеңгір тау көрінеді. Соның батыс жақ етегінде бір бейіт бар. Соған барсаң, барлық тілеуің қабыл болады, деді. Сонан еш нәрседе жұмысым жоқ, қатты қуандым. Түсімдегі аян бойынша жобалап жүріп келсем, бейіт тұр екен. Ішіне кірсем, мына кісі жалғыз отыр екен деп, сол жақтағы біреуін көрсетті. Өзге отырғандар, жарайды, бұл осымен тоқтасын, енді сіз айтыңыз, деді бәрі ең алғашқы келген біреуіне. Ол сөзін бастады. Төртінші дәруіш отырып, мен бір уәзірдің баласы едім. Әкем ағалы інілі немере еді. Екеуі де уәзір еді. Екеуі өлердей дос, сонша жолдас, бір-біріне жанын қиятын еді. Екеуінде де бала болмапты. Сөйтіп жүргенде аруақ жар болып, екеуінің де кейінгі алған қатыны жүкті болыпты. Өте қуанышты, шаттанып жүріпті. Менің әкемнің аты Фазыл еді. Ана уәзірдің аты Қамза еді. Бір күні менің әкем Қамзаны қонаққа шақырып кеңесіп отырып, екеуіміздің де әйеліміз жүкті болды. Екеуі бірдей ұл тапса, нұр үстіне нұр. Екеуі бірдей қыз тапса, онда керек жоқ. Егерде екеуіміздің әйеліміз бір ұл, бір қыз тапса, қосайық, дейді. Ата-ененің жоралғысы менің әйелім ұл табады, сенің әйелің қыз табады деген сөз емес қой, дейді. Менің әкем отырып, Қамза отырып айтады. Бұл дұрыс сөз. Осы сөз менің де ойымда бар еді. Бір айтайын деп жүредім, дейді. Осыған екеуі де сөз байласып қояды. Бір күндер болғанда, ай күндері жетіп екеуі босанады. Менің шешем ұл табады, Қамзаның әйелі қыз табады. Ол қыз тапты деп ренжімейді. Әйтеуір перзентке зар болып жүрген адамдар қатты қуанып, неше күнде ұдайы той қылады. Сонымен екеумізді тәрбиелеп жүреді. Екеуміз де сұлу, көркем болыппыз. Менің атымды Хасен қойыпты, қыздың атын Күлзайра қояды. Сонымен екеумізді бір жерге күтіп, бір жерге асырайды. Көз тиеді деп жасырып асырайды. Осымен бірнеше уақыт өтіп, 5 жасқа толған соң молдаға береді. Оқып жүрдік, тәуір ғылым иесі болдық. Бір күні менің әкем отырды да, ұлы жоқ адам сорлы, мал мүлкі иесіз тұрған бір нәрсе емес пе? Қызды балам деуге бола ма? Ертең өскен соң біреумен кетеді. Ақыры жиған тергені сол қызын кім алса, соныкі болады. Менің артыма ие болады, мұра болады деуге болмайды. Біздің Қамзада сорлы адам ғой. Жасы болса келіп қалды. Мирас қоры жоқ. Күлзайра да біреу үшін асырап отырған балапан емес пе, депті. Бұл сөзді Қамза естіп, ботадай боздап жылап, мына сөзді Фазылдан естігенше өлейін. Мен Күлзайраны ұлдан артық көріп жүргенде Фазыл мынаны айтты. Ертең біреу мұнан да жаман сөз айтар. Онан да мынау Фазылдың сөзін естімей, құлақ естімеске кетейін, деп Қамза бір түнде қашып кетеді де қалады.
оны ешкім білмейді. Жалғыз-ақ бір жапырақ қағазды жазып төрт бүктеп есіктің маңдайына қыстырып кетеді. Бұл мұнымен бара тұрсын. Әкем ертең-ертемен тұрып уақытында қызметіне кетеді. Ол күні Қамза уәзір бармайды. Менің әкем, бұл кеше-кешке аман еді, ауырып қалған ғой, көңілін сұрайын деп есіктен шығып келе жатса, есіктің маңдайында төрт бүктеулі қағаз қыстырулы тұр. Мұны кім қыстырды екен? Бұрын бұл жерде ешнәрсе болмаушы еді деп тамашалап келіп алады. Қараса, жазылған қағаз. Жазған сөз мынау: қош, досым Фазыл. Ақиретте көрісерміз. Бұл жалғанда енді екеумізге бір тұрып бір жүруге нәсіп етпеген. Енді көз көрмес, құлақ естімеске кеттім. Менің қалған дүниемді сен жиып аларсың. Ақыры менде бала жоқ, иесіз дүние ғой деп аяғына атын қойыпты. Әкем мына сөзді оқып, дүние мені жазым басқан екен, сөзімді естіген екен ғой, қайран досым-ай деп есінен танып қалады. Есіктің алдында бұл кісінің талып жатқанын шешем көріп, не болып қалды деп есі шығып қорқып, әлде Хасеніме бірдеме болып қалды ма деп ойлап, оған қарамай жүгіріп үйге келді. Мен жаспын, ештемені парықтаған уағым емес. Артынан мен де шықтым. Келсек, әкем әлі талып жатыр. Әкемді көрген соң мен шырқырап бас салып жылап жатырмын. Шешем енді қайтерін білмей, әкемнің бетіне су бүрікті. Әкем аздан соң есін жиып көзін ашты. Зарлап жылап, не болды? Не көрдің? Біреу ұрды ма? Болмаса бір нәрсе көрдің бе? Неге бүйтесің деп шешем сұрап еді. Әкем ештеме емес деп айтпады. Сол уайымдаған бетімен үйге келді. Келген соң, қайран досай деп және жылады. Досым деген соң шешемнің түсі бұзылып, не болыпты? Қамза өліп пе деп сұрап еді. Қашып көшіп кетіпті. Маған тастап кеткен хатым мынау деді. Шешем қағазды алып оқыса, жазылған сөз әлгі. Бұл хаттағы сөзді естіген соң мен де ботадай боздап жылап, баршамызға бір үлкен қайғы болып, не қыларды білмей құр жылаумен отырдық та қойдық. Осы қайғымен әкем уәзірліктен шықты. Іздеймін деді. Ешбір дерегін біле алмады. Осы ойымда жүріп әкем өзінің айтқан арманын қылып ауып кетті. Мен дәулеттен айырылдым, жай кетуге айналды. Сонымен бір уақыттар болғанда әкем дүниеден қайтты. Жетім бала, жесір қатын болып қалдық. Әкеден онша дәулет болмады. Мен сол уақытта 13 жасқа келдім. Бір күні бүйтіп отырмайық, бір кәсіп істейік деп мен келіп базардан бір балаған жасап алып, ылғи халуа пісіріп сататын болдым. Жұрт халуамды тәтті етіп, екінші өзімді де тамашалап келді. Халуам өтімді болды. Осымен пайда қылып жақсы болып тұрды. Иә, бұл осымен тұра тұрсын. Сонымен Қамза сол кеткеннен мол кетті. Басқа патшаның қол астынан барып уәзір болды. Күлзайра тамаша болып өсті. Адам баласы қарап тұрғандай, 14-нен туған айдай толықсыды. Сонысынан қауіптеніп Қамза Күлзайраны ешкімге көрсетпеді. Сонымен ол да жата тұрсын. Енді екі періден сөйлейік. Пері патшасының Шымыр, Әмір деген екі жол қараушысы жаңа дүние жүзін түгел кезіп байқап жүретін екі перісі бар еді. Екеуі дүние жүзін кезіп жүріп бір жерде кездесіп көрген білгендерін әңгіме ғып отырып, Шымыр айтады: «Ей, Әмір, мен бір нәрсе көрдім. Дүние жүзінде бір адамзаттың қызы бар. Аты Күлзайра. Шіркін-ай, мұнша да көрік біте береді екен. Кез келіп сол шаһардың ішін аралап жүрдім. Бір қараңғы үйден өтіп келе жатсам, терезеден жарық көрініп тұр екен. Ептеп бақылап қарасам, жаңағы қыз қараңғы үйді нұрмен жарық қылып тұр екен. Қайран болып, соны патшаға айтайын деп келе жатыр едім», деді Шымыр Әмірге. Сонда Әмір: «Ей, сенің оның өтірік, мен бір жігіт көрдім. Аты Хасен. Құдай тағала бұл секілді адамды да жарата береді екен. Сенің мұны айтқаныңнан 10 есе артық. Бір күні сол уәзірдің тұрған шаһарына келе жатыр едім. Анадайдан бір сәуле бетіме түсті. Әлгі сәулеге қарап келдім. Келсем бір нашар ғана үйдің ішінен жарық шығып тұр. Ақырын ғана келсем, сол үйдің іші айналасымен жап-жарық болып тұр. Көрсем, үйдің ішінде бір нашар ғана жігіт жатыр.
тікелеп қарасаң, көзіңді шыдатпайды. Біраз тұрып қайттым. Өзіміздің перілерде осы секілді жан бар ма екен деп, жай ғана байқайын деп келе жатыр едім, деді Әмір пері. Шымыр айтты, сен өтірік айтасың, қыз әдемі болу керек, деді. Әмір айтты. Шымыр айтты, сен өтірік айтасың, қыз әдемі болу керек, деді. Әмір айтты, сен жігіт әдемі деп. Шымыр, ендеше мен қызды келейін, сен жігітті әкел, сонан соң қатар салып қарайық. Қайсысы әдемі екен, әйтпесе біле алмаймыз, деді. Шымыр жарайды деп, екеуі қыз бен Хасенді, яғни мені, тауып алып қыздың үйіне алып келе жатты. Бұл екі арада Күлзайра қыздың басында бір хал болып қалды. Бір күні хан аңнан келе жатып уәзірдің қызын көріп қалып, жан тәнімен ғашық болады. Үйіне келіп отырып, тағына мінген соң уәзірін шақырып алады да, сенің қызың бар ма деп сұрайды. Уәзір сасыңқырап, жоқ еді тақсыр, дейді. Патша долданып, бар қызын жоқ деуін қарашы, әлде маған бермейін деп айтып отырмысың? Бермеген өнеріңді көрейін деп жендетті шақыртып алады. Сол кезде патшаның қаһарына шыдамай, тақсыр-ай, биттей тұра тұршы, айтайын, қызым бар, жасым болса келіп қалды, өзіңіз көріп отырсыз, жалғыз бала болған соң әзір ешкімге бермеймін деген антым бар еді. Сол уәде бойынша айтып салдым, ғапу етіңіз, не қыл дейсіз, депті. Мына сөзді естіп, патша қаһарынан қайтып, қызыңды маған бер, әйтпесе басыңды аламын, дейді. Уәзір жарайды деп ренжіп үйіне келеді. Түсі өзгерген, екі көзде жас бар. Қатыны, жарқыным, неге бітесің, не болды деп сұрап еді. Қамза жылап, осынша жасқа келгенде көзімнің ағы мен қарасындай бала еді. Соны патша бер, деді. Бермесең үй ішіңмен түгел қырамын, деді. Деп Қамза көзінің жасын тыя алмай өкіріп қоя берді. Әкесін көріп Гүлзайра шыдай алмай, әке, жылама, патшаға жауабын өзім берейін, деді. Қарағым-ай, сен не жауап бере аласың, деп әкесі мұңайды. Жоқ, әке, қызымның өзі біледі деңіз, сонан соң өзі келеді, болмаса кісі жібереді, депті Гүлзайра. Әкесі жарайды, дейді. Патша әрі беріден соң шақырып алып, қалың малыңды алып қызыңды кешіктірмей бер, депті. Жарайды тақсыр, әйтсе де қызымның өзіне өзің барып сөйлес. Болмаса кісі жібер, менің де көзімнің ағындай жалғыз қызым еді, бір ауыз сөз салмай бара салуға көнбес. Болмаса бірдеме етіп өліп кетер, туғалы беті қайтпаған бала еді, депті. Мына сөзге патша ойысып бір уәзірін жіберді. Уәзір кеп айтқан екен, қыз, мен патша екенмін деп масаттанбасын, менің теңің емес, қу түбірді құшақтап жата алмаймын, өз теңім керек, кім болса да жас керек, депті. Уәзір мына сөзді естіп патшаға айтып келді. Бұл сөз патшаның өңменіне салған найзадан кем деген жоқ. Патшаға қыз тимепті деген сұмдық сөз әдеген жақ ел арасына жайылып кетті. Патша дереу осы шаһардан өзі жынды бір жас адам тауып әкел деп бұйрық қылды. Уәзір сол жерде шаһарды кезіп жүріп бір жынды бала тауып алды. Жасы сол кезде 15-16 шамасында еді. Алып келіп патшаға берді. Уәзір ызаланып, қорланып, терісіне сыймай отыр. Хан қаһарына мініп, дереу екеуіне бүгін қалыңдық ойнат. Мына жынды бала күйеу болады. Күлзайраны осы жындыға берсін. Болмаймын десе де, қыз да, әкесі де бетін айтсын. Қарсылыққа қаһарымды көрсетіп түгел дарға тартам, деп әмір қылды. Уәзіріне тез қайтып кел деп жіберді. Уәзір келіп, патша осылай деп айтады деп еді. Қамза ойланып, төмен қарап отырып, қорланып, патша не қылса да әміріндемін, деді. Уәзір осылай деп айтты деп келді. Сол күні патшаның әмірі бойынша Күлзайраны жындыға қоспақ. Кеш болған соң жындыны күйеушілетіп алып келді. Бір оңаша үйді босаттырды. Төсекті салып жындыға ұқтырып, не қылсаң да Күлзайраның қасына жат деп уәзірлері қайтып кетіпті. Бірақ жынды не білсін, баруға бата алмай Күлзайраның қарсысында тұрады да алады. Бұлар битіп тұрғанда әмір, Шымыр, екі пері мені алып жетіп келді. Шымыр, үйде кім бар екен?
Мен біліп шығайын деп ішке қыздың жатқан үйіне кірді. Келсе адам сияқ жоқ біреу тұр. Қыз ызаланып бетін бүркеп алған екен. Сол жерде Шымыр осылай да осылай екен деп әмірге қайтып келді. Сонан кейін сыналық деді әмір Шымыр қайта жүріп. Жындыны алып шығып далаға апарып, жасыра салып мені үйге алып кірді. Кірсем, қыз кішкене тыныштанып ұйықтап қалыпты. Перілер мені қасына кеп жатқызды. Енді өздері кейінірек барып тұрды. Мынау жақсы деп айта алмай, енді бұлай қылайық деп әмір пері айтты. Бірі ұйықтағанда бірін оятайық. Қайсы бетінен бұрын сүйсе, сол сұлу, деді. Сөйтіп келіп мені оятады. Сонан соң көзімді ашып қарасам бір түрлі хош иісті. Таза ауалы. Жібекпен торғыннан басқа ештеңе төселмеген үйде жатырмын. Қасымда бір қыз жатыр. Мына халді өзіме сыйғыза алмай қайран болып, Күлзайраға қарап отырдым. Өне бойым балқып, денем шымырлап, Құдай мына халді маған көрсетеді екен-ау деп, ыстық жас көзімнен шығып кетті. Не қыларымды білмей, басқаға қарауға дәрменім жоқ. Ештеңе дей алмай жалтақтап, өңім бе, түсім бе деп қарадым да отырдым. Оятайын деп едім, пері соғып кетеме деп қорқып оята алмадым. Сөйтіп отыр едім, бар бойым балқып, ұйқым кеп, еріксізден еріксіз ұйықтап қалдым. Мен ұйықтаған соң Күлзайраны оятады. Ол оянып, шошынып, әлде ұйықтаған соң қасыма келіп жатқан жынды ма деп ойлап, мұнымен бейтіп өмір өткізгенше өлейін деп тәні бұзылып, ұшып тұра келеді. Қарап бір тамаша адамға ұқсамаған, өзіне теңдес бір жігітті көреді. Мен ұйықтап жатырмын. Сол жерде Күлзайра қуанып, өзін өзі ұстай алмай менің бетімнен сүйіп алады. Одан мен сескеніп оянып тұра келдім. Екеуміз сол жерде құшақтасып, бастан өткен уақиға халді айттық. Содан соң екеуміз бірдей маужырап, сол құшақтасқан бойымызбен ұйықтап қалыппыз. Бір уақытта оянып көзімді ашсам, не онда емес, не мұнда емес. Бір көріп білмеген, сыртын шыр айнала қорған соққан шаһардың сыртында жатырмын. Есім кетіп, не болғанымды білмей басым шыр айналды. Сөйтсем, біз ұйықтағаннан кейін екі пері мені алыпты да кетіпті. Таң атыпты. Басымды көтеріп қарасам білмеген жер. Енді Күлзайра естен кетеме. Көзімнен жас аға береді. Не қыларымды білмей, қорғанды жағалап жүріп келе жатыр едім. Қойнымда бір нәрсе сыртылдайды. Алып қарасам 4 бүктелген қағаз екен. Ашып қарасам, барлық болған уақиғаны жазып кеткен. Есім шығып, мынаны көрген соң қайғы басып, енді ешкімге өлімтігімді көрсетпейін. Бәрібір Күлзайра табылмаса, менде тіршілік жоқ деп ойладым. Бірақ Күлзайраның туған жерін жазбапты. Осымен не қыларымды білмей қаңғып жүріп кеттім. Бірнеше уақыт жол жүріп, қарным ашып, есім кетіп, жүдеп келе жатып ойладым. Қой, бүйтіп өлгенше тез өлейін деп, бір үлкен дарияға келіп, секіріп өлейін деп тұрғанда, жоғарыдан бір дауыс. Ей, бейшара, түспе, неге кетесің? Ана тұрған бейітке барсаң, мұрадың хасыл болады, деді. Мұнда келіп сандалып, мұрадым қалай хасыл болады деп ойланып отыр едім. Мына кісі келді деп, өзінен кейін келген бір дәруішті көрсетті. Бұл 4 дәруіш әңгімелерін аяқтап болып отырғанда сырттан бір адам. Ассаламағалейкум деп кіріп келді. Бұған бәрі де қарай қалды. Жоғары шығыңыз, деді отырған дәруіштер. Келген кісі. Жоқ, отыра беріңдер. Менің айтатын бір сөзім бар. Ол қайсы десеңіздер, мен өзім патша едім. Жасымна орта жасқа келдім. Бір күні түсімде әкем, қара әулиенің бейітіне барсаң, ішінде 4 дәруіш отырады. Сөйлесіп, соның сөзін әбден бітірген соң, қатының ұл тауып мұрадың хасыл болады, деді. Міне, менің келгеніме бүгін 1 жыл болды. Сіздер де сөздеріңізді бітірдіңіздер. Жаңа ғана бір кісі, әйеліңіз ұл тапты деп сүйінші сұрап келді. Сіздердің арқаңызда Құдай мұратымызды хасыл қылды. Енді жүріп біздікіне қонақ болыңыздар. Жайларыңызды білдім. Шама келсе көмек қылайын. Көптен ел көрмей жүрген шығарсыздар, деді. Патшаның сөзін естіп, қалай қыламыз деп дәруіштер ақылдасқан кісіше бірінің бетіне бір қарады. Бұл қалай, әруақ өтірік айтты ма?
Біздің мұратымыз қане хасыл болғаны деп көздермен ишараттап сөйлесті. Сонда біреу отырып, көзім әлі іштемеге жеткен жоқ, жүріңдер, барайық деді. Барлығы да барсақ барайық деп патшаның үйіне келді. Келсе, елінің бәрі қуанышты. Оның үстіне бұлар келді. Патша үйіне кіргізді. Баланы орап қойыпты. Той қылып жатыр. Сөйтіп отырғанда бала жоқ деп біреу келді. Бәрінің де есі шығып кетті. Жүгіріп әйеліне келсе, бала жоқ. Әйелінің көзі бұлаудай. Патшаның есі шығып талып кетті. Біраздан соң су бүркіп тұрғызып алды. Патшаның көзі күндіз-түні жылаумен болды. Осымен 3 күн өтті. Патша, «Я Құдай, өзің беріп өзің алдың ба? Не ғажап болғанын білмедім, Алла» деп жылап алды. Сөйтіп отырғанда біреу тағы жүгіріп келді. Патша қуанып, баласын әкелдіріп көрді. Сөйтіп қуанысып отырғанда біреу баланы ораған кілемді жайды. Баланы әкеліп тастағанда осы кілем екен. Жұрт кілемді тамашалап қарап отырса, бір өзі қаншама дүние малға тұратындай. Жұрт кілемді жайып қойып, үстіне отырысты. Үстіне патша 4 дәруш, 5-еуі отыру 1000 екен кілем алып ұшып жөнелді. Ұшырып отырып бір қиын құзды таудың арасына салған шақарға алып келіп, алтын сарайдың алдына түсірді. Әрі берден соң перілер қаптап шығып құрметтеп, бұларды қарсы алды. Сарайға келсе, алтын тақтың үстінде патша отыр екен. Ортасынан орын берді. Бұлар отырған соң пері патшасы сөз бастады. «Менің сіздерді алдыртып отырғаным, менің әйелім босанып ұл тауып еді. Сонан бір шабарманымды дүние жүзін аралап, бүгін осы менің әйелім босанған күні кімнің әйелі босанып қыз тапса, соны алып кел деп едім. Сол күні сенің әйелің босанып ұл тапқан екен. Сонан соң 2 баланың біріне-бірінің көзі үйренсін деп 3 күн мұнда, 3 күн онда апарып тастайтыным сол» деді. Перінің патшасы, «Енді асықпыңдар, Құдай қосқан құда болдық» деді. Пері патшасы осыны айтты да адам көрмеген ойын сауық істеп көрсетті. Бірімен бірі күрескенде, ойнап, қылыш шабысқанда, Құдай мыналардың қасына жолата көрме дегендейсің. Себеп, 2 пері алыса кеткенде, бірін-бірі жығып салып, қылышпен 2 бөліп қанын ағызып тастайды. Әрі берден соң, «Бісміллә, ұйықтап кетіппін» деп тұра келіп және алысады. Осындай ойындармен 2 күн өтті. Ертеңіне тұрған соң пері патшасы, «Саяхатқа шығайық, жер аралайық. Сіз келген соң біздің бәрімізді көріп кетіңіз» деп 4 дәруіш жаңа патша 5-еуін бір періге мінгізіп ұшып жөнелді. Зуылдатып келе жатты. Бұлар өздерінен өздері жандарынан күдер үзіп, ең болмаса ана жолдастарымызбен қоштаса алмадық десіп келеді. Әрқайсы іштерінен сөйтіп ұшып келе жатыр еді, пері патшасы тұра қалып, «Ей, құдалар, мына адамзаттың бәрі жиналып, неге бүйтіп күңіреніп жатыр?» деп сұрады. Дәруіштер, «Білмейміз, біздің көзіміз жетпейді» деді. Енді шетінен барып көрейік деп таяп келіп, пері патшасы төмен қараған уақытта мұратқа бостап қоя берді. Әлдене уақытта есінен танып құлап кетті. Пері патшасы, «Бұған не болды?» деп бір дәріні мұрнына иіскетіп еді, Мұратхан ұшып тұра келді. «Әй, шырағым, саған не болды? Мұның қалай? Неге бүйттің?» деп еді. Ол халін айтуға аузы келмей, кемсеңдеп жылай берді. Қасындағы дәруіштің біреуі, «Тақсыр, мұның жылайтыны мынау болу керек» дей бергенде, Мұратхан өксігін басып, «Мен өзім айтайын» деп, сол жерде бастан аяқ халін айтты. Ана отырған сол өгіздің иесі, жылап отырған сол ғашығы осы күнге дейін шала жансар, соны қайтерін білмей өмірін жылаумен алып келе жатыр. Анау жатыр, анау жиналған сол жігіттің елі, ананың қайғысына әлі де күйзеледі, деді. Мұратхан мұны айтқанда пері патшасы, «Келгеннен бері халіңді неге айтпағансың?» деп ызаланып, «Ол жігіттің исми ағзамын әкеткен перінің атын білмейсің бе?» деп сұрады. «Жоқ, білмеймін, бірақ сол пері Жауһар негінің шаһарынан деп еді» деді Мұратхан. Мұны естіп алып, пері патшасы алып кел деп бұйрық қылды. Баяғы шымыр тоқтамай сабап кетті.
Ол келгенше қалған 3 дәруіш Қайдархан, Зейнел, Хасен үшеуі жылап қоя берді. Енді сіздер қалдарыңызды айтыңыздаршы, деді пері патшасы. Мен айтам, деп үшеуі таласа бергенде оң жағында отырған Зейнелге: Шырағым, сен айтшы, деді. Ол да әкесінің өлгенін, уәзір оның орнына патша болғанын, онан оны қуып шыққанын, онан пері патшасына барып маймыл суретін алмақ болып, өзін өзі қызға жұмсағанын, ол қызға ғашық болғанын, ақырында пері патшасы соның бірінде бермей қуып жібергенін бастан аяқ айтып берді. Өңкей нәлет деп долданып, пері патшасы Әмір деген шабарманын шақырып алып: Сен қылымда шаһарының патшасын тез барып алып кел, деп бұйрық қылды. Екінші кімде қандай арыз бар, деді. Пері патшасы тағы да оң жағына қарап Қайдарханға айтты. Қайдархан тұрып: Мен де бір сорлы болып жүріп сізге кез келдім. Аруақтың түсімде берген аяны елде сіз шығарсыз. Оқиғаңды біреуге айтып тамамдасаң, мұратыңа жетерсің деген еді. Тамам етіп айтып болған соң сізге кез болып отырмын, деді. Бұл Қайдархан аң аулап шыққанын, онан киік кезігіп оны қуғанын, онан ұлы судан өтіп сарайға келгенін, онан Күләнданың суретін көргенін, шалдан барлық оқиғаның жайын естігенін, онан кемеге мініп, онан қашып құтылғанын, онан бейітке келгенін, сонан осы патшаның өзіне жолыққанына дейін айтып өтті. Сонан соң пері патшасы бір шабарманын тағы шақыртып алып, тез барып, Адамзат Ұрмая шаһарының қызы Күләнданы алып кел деп жібереді.